бақыт деген имандарыңыз күшейген кезде табасыздар. Иман күшейген кезде сіз намазға тұрып, я Алла деп бойыңыз жібіп, Құдайдың ұлықтығын танып, тіліңізбен Құранды оқып, маңдайыңызбен сәждеге барып, я Раббым деген кездегі рахатты шын жүрекпен оқысаңыз, дүниеден, жүректен уайым шығады. Ол кездегі рахат бөлек. Сол үшін пайғамбарымыздың сахабалары оны сезінетін, сол үшін пайғамбарымыз оны сезінетін. Білалға азын айт дегенде, я Билал, арихна дейді, ей Билал, біздің жанымызға рахат бер дейді, азын айт демейді. Рахаттанады дейді. Сахабалар намаз оққан кезде рахаттанады, намаз бітсе жылайтын. Намаздан кейін намазға кірісетін, Құран оларға ең рахат нәрсе болатын. Дүние еш уақытта рахат бермейді. Ол уайым салады, ол қасірет әкеледі. Ал Құдайдың сөздері وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِلْمُؤْمِنِينَ. Біз Құраннан шифа жаудырамыз, мейірім жаудырамыз дейді Аллах Тағала. Лил-муъминин, иман келтіргендер үшін дейді. Иман келтіргендер үшін дейді. Сол үшін намазға өте ықтият болыңыздар, соған ықыласқа көңіл бұрыңыздар, Аллахпен имандарыңызды күшейтіңіздер. Осы Аллахпен болған иманды күшейтсеңіздер, сіз ел сезбеген рахатты сезінесіздер. Білесіздер, о дүниеге барған кезде амал жоқ, намаз жоқ. Бірақ намазды рахаттанғандар, қазір намазға қораға сүрген қой сияқты жүріп оқимыз да. Бұрын намазға рахаттанғандар, Хазірет Омар пышақтап тастаған кезде қан сорғалап жатыр, намаз деген, намаз ба деп тұрып намаз оқып кірісіп кетті да. Қан сорғалап жатыр да. Намазға олар қатты. Сонда бір кісі қиямет күнінде намаз ештеңке жоқ, тек қана есеп, бұнде де намаз бар. Онда намаз жоқ, бітті. Отчет ояқта. Сонда айтады екен, я Аллах Тағала, онда намаз жоқ қой дейді да. Рахаттанады екен да намазданшы. Іште дейді да. Егер Құдай Тағала дейді, ол дүниеде сен бір адамның, осы бүкіл жарық адам ішінен бір адамға өлгеннен кейін намаз оқуға рұқсат беретін болсаң, соны маған берші деп тілейді екен да. Сондай рахаттанады екен да. Ал намазды қалай болай солай оқысаң, әлбетте бұл рахат жоқ. Жем шоққан тауық сияқты болып кетсе, ондайға күйге түсіп кетпеу керек. Кеше біз айтып кеткеніміз сияқты, бір адам бар, намазына тұрады, намазында тілмен оқыр Құранын, тәкбір айтып, сәжде жасар жүзімен, бірақ жүрек сәжде қылмай қалады деген намаз оқылады. Болды, физиология істеп отқан сияқты да, раз, два, три, четыре, бірақ жүрек аяқта дүниені ойлап жатыр, маяқта әйелдің бетінен сүйіп жатыр, маяқта сүт пісіріп жатыр, маяқта ақша санап жатыр да жүрек. Дене істеп жатыр, ештеңе білмейді. Осылайша зая етіп еңбекті, оятпастан ақиқатқа жүректі, дүние деген бесігіне салып ап, шайтан малғын талайларды тербетті дейді. Дүниеге деген махаббат күшейіп кетсе, адам намаздан да рахат сезіне алмайды. Бірақ бәрі ондай емес, ал біреудің оқыған намаз қандай рахат. Түсінетіндер бар. Ол намазға асығады, намазды жақсы көреді, намазға ұмтылады, ол тұра бергісі келеді. Сахаба әйелдер болған пайғамбарымыз кезінде намаз оққан кезде тіпті физически жарамай қалады екен намазға. Не істейді? Пайғамбарымыз бір сахаба әйелдің үйіне кіріп келсе, үйінде бір арқан байлап қойған дейді да, үйіне. Мынау не дейді екен да? Жаңа әйел кісі намаз оққан кезде аяғы шыдамай құлап бара жатқан кезде сол арқаннан ұстап тұрып оқиды дейді екен да. Физически шыдамай жүрегі намазға ұмтылып кетеді екен да. Жүрегі намазға ұмтылып кетеді екен. Сол үшін осы біреулер намазға ұмтылатындар бар. Сонда айтады, ал бір мүмін жан сәждесіне құлады, сәждесінде тілмен оқыр Құранын. Бір мүмін жан сәждесіне құлады, қимай сәждесінен тұрады. Бітер намаз, бірақ оның жүрегі сәжде қылған күйінде сол қалады дейді. Құдай деп жүре береді ол. Тақуалар бұл өмірде қасқағым, мың көтерер сәжделерден бастарын, бірақ жүрек көтерілмей қалады. Көтерілер қияметтің күнінде, көтерілер көру үшін нұрлы жүзін Алланың дейді. Сол құлшылығына олар Аллахқа бірақ барады. Субханакаллахумма бихамдика, ашһаду ан ла